Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз сіздерді физика пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру онлайн курсына шақырамыз. Міндеттері: физика пәнін оқытуға қатысты нормативтік құқықтық базамен және білім беру стандарттарының өзекті талаптарымен таныстырамыз. Оқушылардың жас ерекшеліктерін түсінуді дамытып, олардың мотивация мен сабаққа белсенді қатысуын artırатын тиімді әдіс тәсілдерді үйренеміз. Құзыреттілікке негізделген іс-әрекеттік және тұлғалық бағдарланған тәсілдерді қамтитын физиканы оқытудың заманауи әдістерін ұсынамыз. Онымен қоса, физикаға қатысты әдістердің жеке сұрақтарын қарастыратын боламыз. Егер де мақсатына келсек, физика пәнін, сіз білесіз, қазіргі білім беру стандарттарына сәйкес тиімді оқытуға қабілетті, функционалдық сауаттылықты, инженерлік және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыратын цифрлық технологиялармен саралап оқытудың әдістерін меңгерген мұғалімдердің кәсіби құзыреттерін дамыту болып табылады. Егер де өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі білім беру стандарттары мұғалімдердің тек пәндік білім ғана емес, сонымен қатар оқушылардың функционалдық сауаттылығын, инженерлік және сыни ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған жаңа әдіс тәсілдерді меңгеруді талап етеді. Сол себепті біз осы курсымызда әртүрлі осындай әдіс тәсілдерді қарастырып, белгілі бір кейстерді шешеміз. Егер де мазмұнына келетін болсақ, бірінші модульді біз нормативтік құқықтық және әлеуметтік тәрбиелік тұсынан қарастырамыз. Екіншіде біз көбінесе осы психологиялық және педагогикалық жағынан оқушылардың мотивациясы мен белсенділігін қарастыруға тырысамыз. Ең үлкен модуль, ол бізде модуль үшінші, ол бізде мазмұндық. Оның ішінде біз кәдімгідей физикалық шамалардан бастап астрономияға дейін жеке сұрақтарын қарастырамыз. Онымен қоса заманауи әдіс тәсілдерді кіріктіретін боламыз. Және де төртінші модульде ол көбінесе бізде практикалық. Сіз осы алынған білімді енді әрине де өзіңіздің жоспарына кіріктіретін боласыз.